Нұр Отан партиясының құрылғанына биыл 20 жыл. Елдегі басты саяси ұйым президент жолдауымен мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асырылу барысын жіті қадағалап келеді. Әрі әлеуметтің әлеуетін арттыруға бағытталған партиялық жобаларды қолға алды. Бүгін көшбасшы ұйымның облыстық филиалының конференциясында былтыр атқарылған жұмыстар баяндалып, алдағы жоспар пысықталды. Елбасы кезекті жолдауында халықтың тұрмыс сапасын жақсартуды тапсырды. Былтыр өңірде әлеуметтік сала бюджеті 87,9 миллиард теңгені құраған. Қомақты қаражаттың басым бөлігі білім мен денсаулық сақтау саласына бағытталған. Цифрлы Қазақстан бағдарламасы шеңберінде мектепке дейінгі ұйымдарға балаларды қабылдау автоматтандырылды. Облыс орталығынан шалғайдағы аз қамтылған мектептерге 612 білім бук, компьютерлік трансформер сатып алынды. Медициналық мекемелерде құжаттар электронды жүйеге көшірілген. Мемлекет басшысы жүктеген міндеттердің бірі ауыл шаруашылығын дамытып, экспорт көлемін арттыру. Қазір өңірде шетелге тасымалданған ет көлемі 3000 тоннадан асты. Бүгінгі күні бізде сиыр еті мен қой етінің экспортының жоспары 121%-ке өсті. Соның ішінде мына жақын және алыс шетел мемлекеттерге осы қой және сиыр еттері экспортталуда. Нұрлы жер бағдарламасы аясында облыс орталығымен қатар ауылдық жерлерде де құрылыс қарқын алды. Мәселен, қазір Теректі ауданына қарасты Ақжайық және Федоровка ауылдарында 3 қабатты тұрғын үй салынуда. Биыл аталған жұмыстар сәтті аяқталса, 60 отбасы баспаналы болады. Өмір сүру сапасы таза ауыз суға тікелей байланысты. Осыған орай жаңа өмір және Ұзынкөл ауылдарының су құбырларын қайта құру жұмыстары басталып, осы өтпелі жобалар іске асырылған соң, ауданымызда халықты таза сумен қамту 55%-дан 66%-ға дейін көтеріледі. Нұр Отан партиясының облыстық және аудандық филиалдарындағы қоғамдық қабылдауда былтыр 3000-нан астам адам ұсыныс пікірлерін айтса, солардың 44%-ы оң шешімін тапқан. Партияның төл жобасымен өңірде 15 IT сынып ашылды. Биыл тағы 50 орталық ашу жоспарда. Бұл жастардың компьютер тілін жетік меңгеруіне кең жол ашады. Бұған қоса, биыл ауылдық жерлерде 100 жаңа спорттық нысан бой көтереді. Қолға алынған 20 партиялық жобаның табысты жүзеге асыруы әрқайсымыздың жұмысымызға тікелей байланысты. Олардың қатарында мектеп оқушылары үшін 1000 тегін IT, сынып пен ақпараттық технология саласында білікті мамандар даярлау үшін IT орталық ашу, бос жер учаскелері бойынша ақпараттар ұсынатын бірыңғай ұлттық геоақпараттық онлайн қызметін порталын құру және тағы басқа жобалар бар. Аймақ басшысы Алтай Көлгіновтің төрағалығымен өткен жиында кейін партия жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы баяндалды. Келелі кеңес соңында саяси ұйымның 20 жылдығына арналған кезекті съезіне қатысушы делегаттар сайланды. Бұл енді партия 20 жылдығындағы үлкен айтулы тарихи съездердің бірі деп есептеймін. Мен осы съезге өзімнің делегат ретінде сайланғаныма қуаныштамын. Съезде партияның 2030 жылдарға дейінгі бағдарламасы қабылданады деп күтілуде. Жайық өңірінен Сарыарқаға аттанатын делегация құрамына партияның 53 мүшесі енді. Мерейтойға арналған съез 27 ақпан күні Астана қаласында өткізілетін болады. Еркебұлан Смадияров, Рүстем Исжанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.